Армысыздар, құрметті көрермендер, көгілдір экран алдында тағы да өздеріңізбен кездесіп тұрмыз. Бізде бүгін арнайы хабар. Арнайы хабарымыздың мақсаты еңбек адамын насихаттау. Осы мақсатта біздің бүгін арнайы хабарымызға Жылғауыл округінің әкімі Ғабит Бижанов ағамызды шақырып отырмыз. Жалпы біздің сұхбат беруге келісім бергеніңізге рахмет етеміз сізге. Жалпы енді өзіңіз 26 жылдан бері мемлекеттік қызмет саласында еңбек етіп келе жатқан азаматсыз. Сарыағаш ауданы, Қалаберді, Түркістан облысы өзіңізді, еңбегіңізді жақсы біледі. Сондықтан да бірден қойылатын сұраққа ойыссақ, көпшілік енді сіздің қай жерде туылғаныңызды, қай мамандықта оқығаныңызды білмеуі мүмкін. Сондықтан да содан бастасаңыз, сөз басын. Қош келіпсіздер. Енді жалпы мен өзім 1975 жылы 11 тамызда осы Сарыағаш ауданының Сарыағаш қаласында дүниеге келдім. Жалпы Әлімтау совхоз дейді, қазіргі Әлімтау ауылдық округінде білім алып, сол жақта мектепті бітірдім. Содан кейін Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық академиясында инженер-механик мамандығы бойынша білім алып, 1998 жылы тамамдадым. Содан кейін еңбек жолын бастадым. Еңбек жолы, алғашқы еңбек жолын мынау Жамбыл облысы Сарысу ауданында жұмыспен қамту бөлімінде маман ретінде бастап, сонымен 2000 жылдары осы Сарыағаш ауданына ауысып келдім. 2000 жылдары мен алғашқы жұмысым жұмыспен қамту орталығында болды. Ол жерде жетекші маманында қызмет атқарып, сол жерде бас маманға өттім. Одан кейінгі еңбек жолында Сарыағаш аудандық әлеуметтік қорғау бөлімінде болды. Ол жерде де бас мамандық қызметін атқардым. Енді сол уақыттарда әлеуметтік саланың қарқынды жұмысы жүріп жатқан уақыт еді. Алғашқы мынау жұмыссыздықтың күресу, жұмыспен қамту, одан бөлек әлеуметтік көмек көрсету, ең бастапқы мынау атаулы әлеуметтік көмектің жұмыстарын ұйымдастыру, сол жұмысты бастапқыда болып соған араласып, сол жұмыстарды жүргіздік. Содан келе сол жұмыспен қамту орталығынан аудан әкімдігіне, аудан әкімі аппаратына, ұйымдастыру кадрлық бөліміне инспектор болып ауыстым. Сол жерде жұмыс атқардым. Ары қарай сол жерде сол бөлімнің, ұйымдастыру кадрлық бөлімнің басшысы қызметін атқардым. Одан кейін сол қызметтен Құркелес ауылдық округінің әкімі лауазымына ауыстым. Сол жақта тағайындалып, сол жерде еңбек жолында жалғастырдым. Сол Құркелес ауылдық округінде жұмыс жасап жүріп, аудан әкімдігіне, аудан әкімінің идеология бойынша орынбасары қызметіне ауыстым. Ол жерде біраз жұмыс атқарған соң, Қапылбек ауылдық округінің әкімі қызметіне ауыстым. Ол жерде жұмыс атқардым 3 жылдың көлемінде. Кейінгі жұмыс орным Жарттөбе ауылдық округінің әкімі қызметіне ауыстым. Ол жерде де әкімдік қызметін атқарып жүріп, ауысу тәртібімен мынау Сарыағаш ауданында сол уақытта жолаушылар көлігі автомобиль жолдары бөлімі жаңадан ашылды. Сол бөлімге бөлімнің басшысы ретінде қызметке ауыстым. Ол жерде де 7 жылдай жұмыс атқардым жол саласында. Кейінгі жұмысым осы Жылғауыл округінің әкімі лауазымына ауысып келдім. Осы Жылғауыл округінде қазір мына сайлау арқылы өткен жылы сайлаумен тағайындалдым. Екінші рет. Сол енді қазір мына 1 жылдың көлемінен асты. Осы жерде әкімдік қызметін атқарып келемін. Енді Ғабит аға, өзіңіз мемлекеттік қызмет саласында жаңағы өскен адамсыз. Бір сөзбен айтқанда, жастардың көбісі қазір өскісі келеді, қызмет саласында жоғарылағысы келеді. Жалпы қызмет саласында жоғарылау үшін, өсу үшін адам қандай болу керек? Содан айтыңызшы. Енді жалпы мемлекеттік қызмет деген бұл өте жауапты қызмет. Бұған жұмыс істейтін азамат жалпы білімді, рухани жағынан дамыған азамат болу керек деп ойлаймын өзім енді.
бұл енді мемлекеттік қызмет өзінің қызықшылығы, қиындығы бәрі бірге жүретін қызмет. Сондықтан жауапкершілік өте жоғары. Сондықтан енді бұл қызметті азамат енді өзінде бір қызығушылық, еліне деген, жеріне деген патриоттық сезім болу керек деп ойлаймын. Қазіргі жастардың енді дұрыс мынау өзінің қиыншылықтары бар ғой, көбінесе сол жағына қарай жаңағы қызығушылықтары болмайды енді. Әрине оған енді жаңа талаптарына сәйкес болу керек. Бірақ мен айтатын едім, жалпы бұл бірінші кезекте халықпен тікелей байланысты жұмыс жасайсың. Халықтың бірге байланыс жасап, ол жұмыс жасаған өзінің бір қызықты жерлері де бар енді. Әрине оның бәрін бірдей жақсы деп айта алмаймын енді. Оның қиындық жерлерінде де шыдай білу керек. Жалпы енді өзіңіз мына кадр саласында ұйымдастыру бөлімінде басшы болғансыз. Сол кездерде қандай жұмыстар атқардыңыз? Сол сала туралы айтып беріңізші. Енді жалпы мынау аудан әкім аппараты ұйымдастыру кадрлық бөлімі, ол жерде енді аудан әкімдігінің жалпы жұмыстарын үйлестіру, ұйымдастыру, жаңағы қазір әртүрлі стратегиялық бағдарламалар бар, жобалар бар, солардың бәрін орындалуына, оларды ұйымдастыруға тікелей атсалысатын бөлім. Жалпы алдын енді осы кадрлық бөлімді кадрды дайындайтын, былайша айтқанда кузнец кадров дейтін кадр. Ол жерде мен бірінші осы мемлекеттік қызметтегі үлкен маған сол жер мектеп болды. Сол жерде мен көп құжатпен қалай жұмыс жасауды, адаммен қалай қарым-қатынас жасауды, жалпы мынау мемлекеттік қызметтің идеологиясын сол жерде үйрендім. Сол жерде маған үлкен тәжірибе болды. Соның арқасында шығар енді мына осы мемлекеттік қызметте қазір қиналмай осы жұмысты атқарып келе жатқаным. Ол жерде енді жұмыстың барлық салаға жауапты болады. Ол жерде белгіленген бағыт бағдар жоқ. Ол жерде әр саладағы жүргізіп жатқан жұмыстардың бәріне анализ жасап, анықтап, зерттеп, оны тиісті мағлұматтарын жинап, аудан әкімге дайын мәліметтер мен ақпараттарды ұсынып отыру. Және басқа да әртүрлі саладағы жиналыстар бар, кездесулер бар, соның бәрін ұйымдастыру, сол ұйымдастыру кадрлық бөліміне берген. Ол кезде енді ұйымдастыру кадрлық бөлімі бірге жүретін. Енді аудандағы кадр мәселесі де өте жауапты қызмет, сондықтан ол жұмысты да сол кездегі талапқа сәйкес атқардық енді. Кадрдың мәселесі, кадрды дұрыс таңдай білу, жұмысты дұрыс ұйымдастыру, сол бөлімнің жауапкершілігі болып табылатын еді. Сонымен қоса өзіңіз мына аудан әкімінің орынбасары болғансыз. Идеология жөніндегі ауыртпалығы қандай, жауапкершілігі қандай, жаңағы ол қызметтің сол жағын айтыңызшы. Енді идеология саласы ол жалпы қоғамдағы идеологияны ұйымдастыра, жалпы жүргізу, оны ұйымдастыра білуде ол жауапты. Ол жерде енді мен қызмет атқарып жүргенде мен білім саласы, медицина саласы, мәдениет саласы, сол салаларға жетекшілік ететін едік. Сол уақыттарда ең бір уақыттары жалпы қандай да бір жоба іске асады, бірінші келген кезде қиындығы болады ғой. Бірыңғай ұлттық тестілеу сол уақытта басталған еді. Сол уақытта әлі жаңағы жоба бірінші кезекте орындалған кезде оны түсінбейтін жерлері көп еді. Сол салада біраз қиыншылықтар болды. Жалпы ауданда өтіп жатқан сайлау мәселелері, сол кезде сайлауды ұйымдастыру, олардың сапалы өткізу мәселелері сол салаларға да қарасты. Енді ол мәдениет саласында ол кезде енді мәдени ошақтары әлі көбісі жаңағы жарамсыз жағдайда еді. Мектептерде сондай жағдайда еді. Сонда өзіне жараса сол уақыттың өзінің қиыншылықтары болған. Сіз енді ол идеология жөніндегі аудан әкімінің орынбасары болып тұрғанда аудан әкімі кім еді жалпы? Сәдібеков Ұласбек мырза сол кезде аудан әкімі. Ол кісі де өзі идеолог, бұл саланы жетік меңгерген азамат. Жалпы мына аудан әкімінің орынбасарынан соң қай жерге бардыңыз?
аудан әкімі орынбасарынан кейін Қапланбек ауылдық округінде. Қапланбек ауылдық округінде қандай жұмыстар атқарылды өзіңіздің әкім тұрған тұсыңызда? Енді ол кездерде жалпы бюджеттің қаржысы аз. Ол кезде мынандай ірі жобаларды іске асыру өте қиын болған. Ол кезде жалпы сондай саясатшылар жергілікті кәсіпкерлермен бірге атқарып халықпен жалпы әкімдерге қазір жүктелген міндеттер өте көп қой, білесіздер. Бұл әкімдер барлық салаға жауапты. Ол ешқандай саланы таңдауға ол жерде мүмкіншілігі жоқ. Сондықтан барлық саланы меңгерген азамат болу керек. Одан кейін жергілікті халықтың келген мұң-мұқтажын барынша шешудің әрекетін жасалу керек. Ол уақытта енді сол енді егемендіктен кейін экономикамыз өсіп, әлеуметтік жағдай көтеріліп келе жатқан уақыт, халықтың негізгі мәселесі сол кездегі атаулы әлеуметтік көмек, одан кейін мынау сол жаңадан СПК-лар, шаруа қожалықтар құрылып жатқан уақыт, жекешелендіру болып өткеннен кейін құжаттар рәсімдеу, жаңа легализация дедік, ол сондай жұмыстардың мәселесі көтеріліп, сол уақытта енді сол уақыттың талабына сәйкес, сол уақыттың сұранысына сәйкес ол жұмыстарды атқарылды. Енді Қапланбек өзі өте көп ұлтты, адамдар өте жаңағы мәдениетті, сондай бір жақсы жер Қапланбек ауылдық округі. Ол кезде де инфрақұрылым мәселелері кемшіліктер көп еді. Бірақ соларды енді шетінен біртіндеп атқарылған, әлде де атқарылып келіп жатыр ғой енді. Қапланбекте енді негізгі жаңағы көкөніс өндіру жағынан көрсеткіштері жақсы еді. Одан кейін мына Құркелеспен жаңағы Жартөбеде де әкім болғансыз. Иә. Жалпы қандай істермен есте қалдыңыз ауыл тұрғындарына? Енді Жартөбе ауыл әкімшілігінде ол жерде енді істелінген жұмыстарды бастап кезде ауылда елді мекендерге сол жердің кәсіпкерлермен ауылдың кіреберіс паспорттарын ұйымдастырғанбыз енді. Сол жерде бастап кезде ол қиын еді, бюджеттен қаражат жоқ еді. Сол кезде жергілікті ауыл тұрғындарымен ұйымдастырып әр елді мекеніне кіреберіс жеріне көрнекі қылып елді мекен атауы көрсетіліп үлкен аркалар істелінді. Ауылға кіреберісті жолдарға тротуарлар істелінді, автомобиль жолдары істелінді. Одан кейін ауыз су мәселесі сол кезде біраз жұмыс жоспарға іске асты. Енді талапқа сәйкес сол уақыттағы тапсырмаларға сәйкес біраз жұмыс атқарылды енді ол жерде де айтарлықтай. Ол жердің енді халқы өте тығыз орналасқан, жерді өте бағалай біледі. Көкөніс өндіруде мынау жылыжай мәселесі бойынша енді республикада алдыңғы қатарларда көрсеткіште деп айтсақ болады енді. Сол жағынан өте қатты дамыған. Сонымен қатар Құркелес ауылдық округі аудандағы ең ірі ауылдық округтердің бірі. Алдыңғы қатарда 15 елді мекені бар еді. Халқы көп. Халқы өте көп. Елді халық көп жерде өзекті мәселелер көп болады, білесіз. Халықтың мұң-мұқтажы бар. Инфрақұрылым мәселесі өте қиын еді. Сол мәселелерден сол кездегі халықты ұйымдастырып көп жұмыстар атқарылды ол жерде. Жаңа инфрақұрылым мәселесі қолда бар дүниені пайдаланып халыққа мүмкіншілік жасап еді ғой. Ескі кеңес дәуірінен қалып кеткен құбырларды қайта жөндеп іске қосылып, мемлекеттің бюджетсіз халықты ұйымдастырып, табиғи газ кіргізген жерлерде болды, мектеп салған жерлерде болды. Сондай жұмыстар да атқарылды Құркелес ауылдық округінде. Сіздің жұмысыңызға құркелестіктер жалпы жылы көзқарас танытты ма, риза болды ма? Жартөбе ауылдық округі болсын, Қапланбектіктер болсын, енді ауысып жатқанда қандай пікір білдірді? Жалпы біз енді былайша айтқанда мемлекеттік қызметтегі қызметкеріміз, былайша айтқанда әскери қатарында жауынгер сияқтымыз ғой. Бізге қалай міндеттеме қойылады соған. Мемлекеттік қызметке бастапқы жұмысқа қабылданғанда өз тәртібі заңына сәйкес
ант қабылдаймыз. Еңбекті адал атқарамын, халыққа қызмет атқарамын деген сияқты. Енді сол уәденің үдесінен шығуға әрекет жасаймыз. Біз енді өзімізге жүктелген міндеттерді атқарамыз, ал енді ар жағына халық өзі баға беріп жатады. Ол халықтың енді білесіздер, қазір сұраныс өте күшті, талап күшті. Енді барынша мүмкіндігінше сол талаптарды орындауға тырысамыз. Бірақ бәрі бірден орындалу мүмкін емес. Әр нәрсе өз жоспары, жобамен іске асатын жұмыстар бірлесе бола бермейді. Оны түсінетін бар, түсінбейтін бар, енді әркімге әртүрлі. Сондықтан енді оның бағаны халық берер, халықтың қандай не екенін мен білмедім. Одан кейін өзіңіз енді еңбек жолыңызда бүгін енді өзіңіз туралы жаңа репортаж болып жатқан екен. Еңбек жолыңызда жол саласында басшы болғансыз. Автомобиль жолдар, жолаушылар көлік бөлімінде басшы болғансыз. Жалпы сіз басшы болып тұрған кезде қай жерлерде жол салынды? Сол жағын айтыңызшы. Жалпы енді жол саласында жаңа айттым ғой, 7 жылда қызмет атқардым. Ода маған үлкен тәжірибе болды. Жалпы өзім жаңа айтып өткендей мамандығым инженер-механик, инженер саласында, құрылыс саласында да бар. Енді ол кезде біздің Сарыағаш ауданы мен Келес ауданы бір аудан болып саналатын. Жол мәселесінде бізде жалпы қанағаттанарлық жағдайдағы пайыздық үлесі 20%-ға жетпейтін еді. Содан кейін барлық жолдарының есебін алдық. Ол жолдағы арнайы әр неге паспорт дайындадық. Жалпы енді ол жерде республикалық маңызы бар, облыстық, аудандық маңызы бар жолдар бар, ішкі көшелер бар. Жалпы аудандық, республикалық маңызы бар жол, облыстық маңызы бар жол, аудандық маңызы бар жолдардың үлестік жағдай, қанағаттанарлық жағдайы ол кезде жоғары болып тұрған. Бірақ мына ішкі көшелердің жолдары елді мекенде өте нашар болған. Енді тиісті жоспарларға сәйкес сол уақытта 7 жылдың көлемінде 40%-дан асырдық. 40%-ға жобаладық. 40% жобалады жалпы қанағаттанарлық үлес динамикасы. Ол енді Келес ауданымен бірге қосылғанда. Енді қазіргі жағдайда Сарыағаш ауданы бөлінді. Енді одан кейінгі мынау жолдарымызға қазір жақсы көңіл бөлініп жатыр ғой, жақсы атқарылып келіп жатыр. Жалпы енді жол саласы да үлкен жауапты, күрделі сала. Әкімдік қызметтің ауыртпалығы жаңа қиындау ма, әлде жол саласында жеңілдеу ма? Енді әр қайсы жұмыстың өзіне жараса қиындығы да бар, қызығы да бар. Енді жол саласы бір сала. Тек қана осы жол саласы, транспорт саласы, ол бір сала болған соң тек қана соған ғана айналысасың. Ал енді әкімдік саласы бұл жан-жақты, әр тарапты. Бұл жерде енді мысалға қазір уақытта ауылдық округ әкім болып отырып қой. Бұл жерде мына саланы мен түсінбеймін, мына саланы мен меңгермегенмін деп айтуға болмайды. Бұл жерде жалпы енді бұлай анализ жасап қарасаңыз, жалпы әр салаға, мысалы республикада министерстволар бар, агентстволар бар, соған жауапты беретін, сонымен тікелей айналысатын. Облыста басқармалар бар, олар филиалдар бар, мына агентстволардың басқа да. Ауданда, мына ауылдық округте де олардың бөлім жоқ, басқа жоқ. Жалпы енді айтайын деген, жаңағы осы әкімдік жол саласына да инфрақұрылым, газ, су, свет бола ма, осыған да жауапты. Одан басқа қандай медицина саласы бар, білім саласы бар, барлық салаға жауапкершілікпен қарау керек. Сондықтан оны білмеймін деген мәселе бұл жерде қарамайды. Сондықтан барлық салатты жетік меңгеру керек. Одан кейінгі бұл жердің ерекшелігі тікелей халықпен байланысты боласыз. Тікелей халықтың, енді халық әкімдікке өзінің мұң-мұқтажымен келеді, бір сұраныспен келеді, үміт артып келеді деген былайша айтқанда. Сол келген азаматтың көңілін тауып, осы жерде соның жұмысын барынша шешілудің әрекетін жасап, сол кісіге әйтеуір жаңағы мемлекеттік қызметке, осы жалпы осы мемлекетке деген сенімін жоғалтпай, соған әйтеуір сенімнен шығудың әрекетін жасауымыз керек. Одан кейін өзіңіз қазіргі таңда мына Жылғауыл округінің әкімі болып отырсыз. Мына өзіңіз келгелі көпшіліктің бағасы Жылғауыл округі күрт оң жаққа өзгерді. Көптеген жұмыстар атқарылды жылғада.
бұл енді мемлекеттік салада көп жылдық тәжірибенің нәтижесі ме, әлде мына мемлекеттің сарабдал саясатының арқасында еліміздің осы қатты дамып жатқандығынан ба, сол жағын айтып өтіңізші. Иә, енді жалпы қазір біздің мемлекетіміз экономикасы да әлеуметтік жағдайда жоғарылап келе жатыр. Жалпы президенттің өзі мынау жергілікті ауылдық жерлерге қатты көңіл бөліп жатыр. Барлық сала, ауыл шаруашылығы саласында да, құрылыс, инфрақұрылым, барлық сала көңіл бөліп, жаңа айтып өткендей, осыдан 15-20 жыл алдын бұл жағдайлар қиындау еді. Дәл қазір енді барлық жағынан әйтеуір өсім бар, економикамыз жоғарылап жатыр, бюджетіміз үлкейіп жатыр, жұмыс істеуге қазір мүмкіншіліктер бар. Енді бірінші кезекте бірінші мемлекеттің саясатының осындай бір жақсы жобалардың іске асуының арқасында болып жатқан тірлік. Енді әрине оған да тәжірибе керек, оны дұрыс пайдалана білу керек, уақытысында көтере білу керек, оны дұрыс жеткізе білу керек. Сондықтан оған да тәжірибе керек шығар деп ойлаймын. Енді Жылға ауыл округі келіп, қазір мына 5 жылдың көлемі болып қалды істеп жатқаныма. Қандай жұмыстар атқардыңыз келген? Енді Жылға ауыл округіндегі ең басты мәселелер мынау инфрақұрылым мәселесіне, халыққа дұрыс жағдай жасау, күнкөріс деңгейін көтеру мәселесі. Сондықтан бірінші инфрақұрылым мәселесіне көңіл бөлдім. Бірінші проблема мәселе ауыз су мәселесі. Сондықтан әр елді мекендегі ауыз су мәселесіне жеке-жеке тоқталып, олардың шешу жолдарын қарастырып, қазір таңда құрылысы біткен елді мекендер бар, құрылысы жалғасып жатқан елді мекендер бар, суды пайдаланып жатқан, бірақ ауыз су мәселесі өте қиын жатыр. Бізде енді ауданымыздың шөлейтті аумағында орналасқанбыз, бізде су көзі тек жерасты суын пайдалану. Сондықтан жерасты су қазір енді жылдан жылға азайып бара жатқан жағдайы бар. Сондықтан бұл мәселе өте қажетті, талапты, сұранысты қажет ететін сала болып тұр. Сонымен қазір жұмыс жасап жатырмыз. Атап өтіңізші, қай елді мекендерге су кіргізілді? Жаңағы дәрігерлік амбулатория салынғанынан хабарымыз бар. Газ мәселесі қай жерлерде іске асты? Көрермендерге. Енді өзімнің осы жерге келіп қызметке кірісіп осы жұмысты бастағаннан бері, қазір енді атап өтсек, мысалға бізде енді жалпы ауылдық округке 9 елді мекен қарайтын еді. Қазіргі уақытта біз оны ықшамдап, жаңағы өзінің халық санына, әлеуметтік орналасу жағдайына қарап қысқартып 6 елді мекен болып белгілеп, сонымен 6 елді мекен болып құралды. Жалпы 9843 халықтың саны. Бізде енді 6 елді мекенді айтып өтсем, мынау Шымырбай елді мекені. Шымырбай елді мекенінде осы қызмет кіріскелі бірінші табиғи газ қосылды. Екінші амбулатория салынды, ішкі көшелі автомобиль жолдары жөнделді. Және жаңағыдегі жарықтандыру мәселесі шешілді. Сонымен қатар мынау елді мекендегі қазір таңда жұмыс жасап жатырмыз. Ауыз су мәселесі жалпы пайдаланылған ұңғымамыз бар. Соны елді мекенге құбыр арқылы таратылған, солар істен шығып отыр. Соларды қайта жөндеп, қазір соларды іске қосу бойынша жоба дайындап, соларды алдағы уақытта жоспармен ұйымдастырамыз деп отырмыз. Одан бері қарай Қаралбай елді мекенінде жаңағы дәрігерлік амбулатория салынды, ішкі көшелері жөнделді, түнгі жарық нүктелер орнатылды. Ауыз су мәселесі, ұңғымадан пайдаланылған ауыз суымыз қайта жөндеуден өткізілді. Сонымен қатар елді мекенде қазір табиғи газдың құрылысы жүріп жатыр. Осы биылғы жылы сол пайдалануға беріледі деп күтіліп отыр. Шайхана елді мекенінде, ол Шайхана елді мекенде ішкі көшелер толық жөнделді. Одан кейін ФАПтың құрылысы жүргізілді. Қазір таңда табиғи газдың құрылысы жүріп жатыр. Толық ауыз сумен қамтамасыз етілді Шайхана елді мекені. Сонымен енді Шеңгелді елді мекеніне келсек, Шеңгелді елді мекені
қазіргі таңда табиғи газдың құрылысы аяқталып пайдалануға берілді. Сонымен қатар ауыз судың құрылысы қазір жүріп жатыр. Құрылысы осы биыл пайдалануға беріледі деп күтілуде. Сонымен қатар мынау электр желілері, сол кеңес дәуірінде істелінген жасалынған электр желілері, ода болса темір жолдан пайдаланылады. Соны қазір жаңа жоба бойынша ішкі электр бағаналары, желілері толық жаңадан ауыстырылды, жаңа трансформаторлар орнатылды. Ода құрылысы аяқталды, енді пайдалануға беріледі деп күтілуде. Сонымен қатар мәдениет үйінің құрылысы қазір басталды, жұмыс жоспары жүріп жатыр. Келесі жылы өтпелі кезеңмен келесі жылға 75 орындық мәдениет үйін тапсыру жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар Жылға елді мекен орталығы, Жылға елді мекен орталығында енді қазір бірінші мәселе ауыз су мәселесі болған. Оған мемлекеттен, республикалық бюджеттен қаржы бөлінді. Ол құрылысы толық аяқталып пайдалануға тапсырылды. Әрине өзінің қиындықтары да болып жатыр. Енді ол мәселесі біртіндеп кезең-кезеңмен шешілуде. Ауыз су жер асты қорынан пайдаланып жатыр. Шілде айларында су жетіспей қалған уақыттарда болып жатыр. Бірақ оны да ретімен шешетін, жаңағы іске асыратын жаңағы жақтарын қарастырып отырмыз. Ауданның басшылары өздері басшылыққа алып, жаңағы осыларды тікелей ұйымдастырып отыр. Сонымен қатар қазір Жылға елді мекенінде табиғи газдың құрылысы жүріп жатыр. Жалпы бізде енді 900-ге жете абонент бар. Солардың қазір құрылыс жұмыстарын 90% жұмыстары аяқталып отыр. Биыл жылдың соңына дейін оны да тапсырамыз деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар спорттық кешені құрылысы іске асты. Ода республикалық бюджеттен спорттық кешені жергілікті осы жердің жастарына спорттың 7-8 түрінен машықтанып жаңағы қатысуға толық мүмкіндіктер болады. Қазір облыстық спорт мектебі ретінде ашылып отыр. Дәл қазір уақытта сол жұмыстар іске қосылды. Сонымен қатар ауылымыздың амбулаториясы, дәрігерлік амбулаториясы тозығы жеткен болатын. Соны былтыр жылы жаңадан жаңа ғимарат бой көтеріп, оны да пайдалануға берілді. Соның мектептерімізде былтыр жылы қосымша ғимараттар салынды. Сәкен Сейфуллин мектебіне, мынау Мұстафин мектебі осы жұмысқа келгелі бері пайдалануға берілді жаңа ғимарат. Нөмір бір бастауыш мектебіміз іске қосылды. Жалпы ішкі жолдардың жөндеу жұмыстары келесі жылға енді күрделі жөндеу, орта жөндеу жоспарлап отырмыз. Түнгі жарық нүктелері орнатылды. Адамдар жүретін, жаяу жүретін тротуарлар салынды. Осындай жұмыстар атқарылып келе жатыр енді. Енді өзіңіз әкім болғалы, мына жол саласында да газ, жаңағы спорт кешендер, дәрігерлік амбулаторияда өте көп жұмыстар атқарылған барлық елді мекендерде. Бұл үшін жаңағы сыры неде? Құжаттар тез дұрыстау керек пе? Басқа мәселелер ма? Айтып беріңізші өзіңіз. Жалпы енді әр елді сізге келі көптеген жұмыстар атқарылды, аз уақыттың ішінде. Бұл жерде енді бірінші кезде жалпы нейді анализ жасау керек деп ойлаймын. Анықтап, зерделеп, қай елді мекенде бірінші кезекте не қажет? Халықтың бірінші сұранысы неде? Енді әр жердің өзіне жараса, өзіне жаңағы өзекті мәселелер бар. Бірінші кезекте сол өзекті мәселелерді анықтадық. Бірінші кезекте әр елді мекенге өзім 3 жылдық жоба жасадым. Сол қай елді мекенге не қажет, соған бірінші баса назар аударып, соған жоба жасадым. Бірінші жұмысымның бастамасы жобадан басталады. Оны анықтап, зерттеп, тиісті басшылық орынға жеткізе білу, соған сәйкес тиісті құжаттарын рәсімдеу, жобаға қаражат бөлдіріп, жобаны іске асыру, жоба іске асқан жобамен қаражат бөлдіруге әрекет жасау. Енді облыстық мәслихаттың депутаттары, аудандық мәслихат депутаттары, ол кісілердің еңбегі жақсы.
сол уақыттағы депутаттар да жақсы жұмыс атқарды, қазір депутаттар да дұрыс атқарып жатыр. Солардың нәтижесінің арқасында болып жатқан тірлік деп ойлаймын. Енді әрине оның бәрін уақытысында дұрыс ұйымдастыра білсе, уақытысында шешім табады деп ойлаймын. Енді соның жоспардың қазір мен өзіме келген кезде жоспардың біршама жұмыстары қазір атқарылып жатыр и атқарылды. Әлде де алдағы да біраз жоспарларымыз бар. Алда қандай жоспарлар бар? Енді жаңа айтып өттім, инфрақұрылым мәселесі қазір бастапқы жер асты қазу жұмыстары бәрі толық, барлық елді мекенде. Жаңа айтып өткен елді мекеннің барлығында осы жұмыстар толық атқарылды. Енді кезекте автомобиль жолдарын бәрін ретке келтіру. Білім саласында қазір бізде өзекті мәселе жоқ. Тек қана бір Шайхана елді мекенде бізде бастауыш мектебі бар. Ол жерде балалар саны аз болуына байланысты мемлекет тарапынан мектеп құрылысын салып қиындыққа түсіп жатыр. Соны жеке кәсіпкер ретінде ұйымдастырып, соны салып беруді қазір қарастырып отырмыз. Балабақша барлық елде қамтылған. Медицина саласында 100% барлық елді мекен. Шайханада биыл айтып өтетін Шайхана елді мекенінде жеке кәсіпкердің есебінен ФАП салынбады деп. 100% медицина саласында ғимараттар 100%, білім саласында 100%. Енді мынау инфрақұрылым жаңа айтып өткен суымызда биылғы жылы құрылыстар бітсе, келесі жылы 100% ашамыз. Табиғи газға да келесі жылдары 100% ашық болады. Бұл жерде бірақ мәселе, біз жаңа айтып өттім, мен бұл жерде айтып өтім керек еді, Қызыласу деген елді мекені бар. Ең шалғайда орналасқан біздің елді мекеніміз. Бұл жерде 17 отбасы тұрады. Сол жақты инфрақұрылым мәселесі бізде қазір қиын болып тұр. Халық санына байланысты, елді мекеннің ұзақтығына байланысты, бірақ оны қазір мәселелерін қарастырып отырмыз. Ауыз су мәселесін толық қамтамасыз ететін жолдарын қарастырып отыр. Аудан басшысы өткенде осы мәселе бойынша біраз тапсырмалар берілді. Бізде қазір жалғыз Қызыласу елді мекенінде болды. Қалған елді мекендер бізде қазір толығымен шешілудің үстінде. Өзіңіз әкім болып келгелі, мына Жылғаның орталығында қанша мектеп салынды жалпы? Жалпы мен әкім болып келгенде Мұстафин ауылдық округке болсын. Жалпы Мұстафин мектебі құрылысы аяқталмай тұрған. Сол Мұстафин мектебі құрылысы аяқталып пайдалануға берілді. Одан кейін бізде Жылға елді мекенде бастауыш мектебі салынды. Сол бастауыш мектебі осы құрылысы басталып, аяқталып, қазір пайдалануға беріліп, балалар оқып жатыр. Сонымен Сейфуль мектебіне балалар оқушылар саны сыймаған соң, тағы қосымша 150 орындық ғимарат қосымша салынды. Жалпы осы мектеп саласында салынған құрылыстар. Енді мына ақсақалдармен, жаңағы орта буын жастармен, өкілдермен байланысқандай, ауызбіршілігі қандай елдің? Жалпы енді әкімдік жағынан бізде ақсақалдармен өзіміз кеңес құрып алғанбыз. Ақсақалдармен айына бір рет кездесіп, алдағы болып жатқан жағдайларда, алдағы жоспарларды бірге ақылдасып. Одан бөлек бізде ардагерлер кеңесі бар, әйелдер кеңесі бар. Осы біз тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Міндетті түрде жергілікті тұрғындардың енді мынау белсенді азаматтар, жастардың арасында өте жақсы белсенді азаматтар бар. Жастармен де кездесіп тұрамыз, жастардың да мұң-мұқтажын тыңдап тұрамыз. Жаңа айтып отқан спорттық кешені, одан кейін жалпы жаңа мен арасында айтып өтпеппін, мынау аудандық жергілікті бюджеттің есебінен спорттық алаңшалар ашылды, ашық алаңдар салынды. Былтыр жылдың өзінде бізде 3 жерде салды. Шеңгелде 2 жерде, Жылғаның орталығында 1 жерде салынды. Осы ұсыныстардың бәрі жастардан шығып жатыр. Жастардың осы жерде жергілікті жерде, осы жерде жастарды спортқа баулу, бос уақыттарын тиімді үнемді пайдалану мәселесі, осы жастардың ақылдаса отырып, осылармен бірге осы жоспарға енгізіп, солармен істелінген жұмыстардың нәтижесі деп ойлаймын. Енді қазір жастар білесіздер ғой, көбісі ауылда тұрмай қалаға кетіп қалып жатыр. Соларды осы жерде тұрақтандыру мәселесі ғой. Жастарға жұмыс тауып беру, жастардың айналысатын уақыттарын тиімді пайдалану ғой. Енді әкім есептерінде көптеген айтылып жатады мәселелер. Басқа да ауылдық округтерге барған кезде тазалық мәселесі.
Тазалық мәселесі ол Жылғауыл округінде қандай деңгейде? Абаттандыру мәселелері. Жалпы енді тазалық мәселесі қазір бізде негізгі тапсырмалардың бірі болып тұр. Өздеріңізге белгілі, президентіміз де кешегі жолдауында да нақты белгілеп айтып өтті. Таза Қазақстан акциясы қазір жүріп жатыр. Жалпы Қазақстанның азаматтары, әрбір азамат соны сезініп білу керек деген. Оның бірінші кезекте осы жергілікті әкімшілік біз енді соны халыққа түсіндіріп жеткізе білу, оның мәдениеттілігін арттыру, тазалық жағынан жақсы дұрыс қарауды. Бірақ өкінішке орай болып жатады. Көп азаматтарда сондай қалыптасқан әкімдік қарайды деген. Енді әкімдіктің оны жаңа айтып өттім ғой, басқа да жұмыстары көп, басқа да нелер көп, бірақ соны халықтың өзі дұрыс түсініп, өзінің аумағын жаңағы үй есік алдын таза ұстау мәселесі, бейберекет күні болса тастамау мәселесі. Біз де оны жағдайды түсіндіріп отырамыз, халықта кездесуде айтып отырамыз. Әлде де болса бұл салаға көп жұмыс жасау керек. Көп жұмыс жасау керек. Халықтың осының өздерінде осы мәселеге, осы тазалыққа деген жаңағы ояту керек та халықты. Тазалық мәселесі өте қиын. Бұл бойынша қазір біз күнделікті бірінші мәселеміз сол тазалықты. Ауылдың ішін таза ұстау, ретке келтіру, бейберекет болсын. Қазір енді әкімшілік айыппұл салуды функциясын бізге әкімдікке берді. Енді сіздер айыппұл сала бересіздер ма? Ол қалай? Түсіндіріп өтіңізші. Енді былай. Бұрын жаңа ішкі істер қызметкерлерімен бірлесіп алатын ба едіңіздер? Бұрын алдын біз енді бұған дейін ішкі істер қызметкерлерімен участок полиция инспекторлерімен біз мамандар бірге аралап, оны алдын ала ескертіп, орындалмаған жағдайда айыппұл салатын еді. Енді ішкі істер қызметкерлерінің өзіне тиісті жұмыстары бар. Уақытында болмай қалуы мүмкін, басқа да болуы мүмкін. Бізде бірақ оған ешқандай шара қолданбайтын еді. Шара қолдану мүмкіншілігі жоқ еді. Тек қана түсіндіріп айтып еді. Енді қазір бізге сондай жағдай болып отыр. Егер де ескертуден кейін орын алмаған жағдайда тиісті әкімшілік айыппұл салуға біздің қазір мүмкіншілігіміз бар. Оған тиісті құрал жабдықтарымызды бізге берді. Тиісті заң мамандар соған дайындадық. Қазір сол жұмысты бастадық. Енді біз халыққа құлақтандыру ретінде хабарлауды беріп отырмыз. Осындай әкімшілік айыппұл салынады, тазалық жұмыстарын дұрыс ұйымдастырыңыздар, қараңыздар деген. Енді ескертуді жасап жатырмыз арнайы заңға сәйкес. Әкімшілік айыппұл салуды жұмыстарын бастадық. Құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында құқық бұзушылық қай деңгейде? Ауылдық округте. Жалпы бізде енді жастар арасында жалпы құқық бұзу саласы бойынша көрсеткішіміз жаман емес. Жалпы бізде бірақ мәселе мынау мал ұрлау деген. Енді ол да біздің енді өңіріміз аграрлық өңір болған соң халықтың негізгі күнкөрісі мал шаруашылығымен айналысу. Қырлы аймақтарда сол малының енді шаруалардың өздеріне де кейбір кемшіліктер бар. Малды уақытысына қарамайды, малды бос жібереді. Қараушы жүрген малдың енді ұрланған жағдайлар фактілер де болды, жоғалып кеткен фактілер болды. Осы жағдай бізде қылмыс жағында біз осы мал ұрлық жағынан кішкене ақсаптап тұрмыз. Ал басқа да қылмыс түрлерінен біздің Жылғауыл округінде енді көрсеткішіміз жаман емес. Жастар арасында да енді ауылда бізде жаңа айттым, ақсақалдар кеңесі бар, әкелер мектебі бар. Солармен енді жастармен жұмыс. Жастар өзіміздің ауылдан белсенді жастары бар. Солар енді мынау түсіндіру, солардың жүрген жұмыстарының нәтижесінде бізде қылмыс айтарлықтай жоқ. Енді ел болған соң тұрмыс жағдайы төмен отбасылар болады. Жаңағы демеушілер есебінен болмаса қолдаудың арқасында қандай көмектер беріліп жатыр сол тұрмыс жағдайы төмен отбасыларға? Жалғызбасты адамдар болуы мүмкін ел болған соң. Енді қазір жалпы осы мен қызметке келген уақытта Жылғауыл округі бойынша атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың саны 240-тан асатын еді. Қазіргі уақытта мына бүгінгі таңда әлеуметтік осы жәрдемақы атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың саны 33-ке түсті. Яғни 3-4 есе азайды. Оны енді халықтың қазір мемлекет тарапынан беріліп жатқан әртүрлі
көмектері бар, субсидиясы бар, жеңілдіктері бар. Соларды дұрыс пайдалана білу, мал шаруашылығын дамытуда. Одан кейін ауылымызда кіші кәсіпкерліктер ашылып жатыр. Ауылымызда жылғадан көп жылдар бері тоқтап қалған диірменіміз қазір іске қосты. Сол жерге қазір 40-тан аса азамат жұмысқа алынады. Басқа да жекеменшік балабақшалар ашылып жатыр, кәсіпорындар ашылып жатыр. Соның есебінен қазір бізде мұқтаждықтардың саны азайып отыр. Енді кәсіпкерлік салада, ауыл шаруашылығы саласында қандай өзгерістер бар? Айтып өтіңізші. Қаншалықты дамыды? Енді бізде қазір негізінен біздің ауыл шаруашылықтағы біздің негізгі кәсібіміз мал шаруашылығы, малдың. Екінші егін шаруа. Егін болғанда мына шөлейтті аймақтағы астық, бидай, арпа егу мәселесі. Қазір бізде енді егістік алқабымыз жылдан жылға үлкейіп бара жатыр. Қазір 21 мың гектарға жетіп отыр. Сонымен қатар мал бас саны көбейіп жатыр. Енді қазір мына мемлекеттен беріп жатқан жеңілдіктерге байланысты халық малмен айналысу, оны малдың жаңағы мынау асыл тұқымды малдардың санын көбейту, мал бордақылау, сондай кәсіптерге жақсы көңіл бөліп, сол нәтижесінде қазір біздің шаруашылығымыз дамып келе жатыр. Әсіресе жаңағы бидай мен арпа егуде. Жалпы сол бидай, арпаның нәтижесінде кәсіптерін ұлғайтып, басқа да шаруашылық түрлеріне ауысып жатыр. Соның есебінен біз енді осы шаруашылық дамып жатыр. Енді өзіңіздің жеке сұрақ қойсақ, отбасыңыз туралы айтып өтсеңіз. Әкеңіз қандай жұмыстар атқарған, анаңыз қандай, өзіңіздің қанша ұлыңыз немесе қызыңыз деген сияқты сұрақтар. Енді жалпы көрерменге қызық қояды ол жағын. Жалпы енді менің өзім отбасым енді мемлекеттік қызметкерлер отбасында дүниеге келдім десем де болады. Әкем Бижан Орынбасар осы мемлекеттік қызмет саласында еңбек жасаған, әртүрлі салада қызмет көрсетіп, содан зейнетке шыққан. Сол совхоз кезінде жұмыс жасап, агрономдық қызмет жасады. Жаңағы сол неге қатысты, ауыл шаруашылыққа қатысты қызметтерін атқарды. Кейіннен келе мынау сельсовет дейді ғой, жаңағы сол сельсоветте жұмыс жасап ауылымызда. Одан кейінге мынау әкімдік шыққан соң ауыл әкімі қызметін атқарды. Сол ауыл әкімдік қызметін атқарып, кейін зейнетке шықты. Анам ол өмір бойы білім беру саласында жұмыс жасаған, содан зейнетке шықты. Солардың бәрін көріп өстік, әкеміздің мына қызметтері, жұмыстарын көріп өстік. Сол бізге бір бағыт бағдар болған шығар деп ойлаймын. Содан енді айтады ғой, әке өн Олжан ат, шеше өн тойымшер деп, сол әкемнің жолымен жүріп, осы мемлекеттік қызметке келдім. Қазір енді өзім отбасымда 4 қызым, 2 ұлым бар. Үлкендеріміз қазір жоғары оқу орнында оқып жатыр. Кішкентайлар мектепте. Өзім жұбайым сол мектепте мұғалім. Айман деген жұбайым сол мектепте мұғалім қызметін атқарып келеді. Енді бізде мемлекеттік қызметте жаңа айтып өттік қой, қызық жері бар, қиын жері бар деп. Бұл жерде енді мемлекеттік қызметте талап күшті болған соң көбінесе уақытты осы жұмыста өткіземіз енді. Сол сенбі жексенбі күндері отбасыға көңіл бөлеміз. Қалған уақыттарда отбасымызда енді шынайы өту керек. Барлық уақытым көбінесе осы жұмыста өтеді. Енді өзіңізді жас емес, жасыңыз 50-ге жаңағы келген азаматсыз. Бала тәрбиесі қандай болу керек? Баланы қалай тәрбиелеу керек? Енді бала тәрбиесі өте қиын мәселенің бірі. Кейбіреулер баланы бостап тәрбиелеу керек десе, кейбіреулер айтады, жаңағы сәл қысу керек дейді. Әртүрлі пікір бар енді. Қалай тәрбиелеу керек? Енді жеке өз пікірім, жалпы баланы жастан дейді ғой, баланы мен бірінші еңбекке баулу керек деп ойлаймын. Жұмыспен баланы бос уақытын қалдырмай, әртүрлі енді
ол қалада тұра ма, ауылда тұра ма, кішкене шаруашылықпен айналыстырып, балаға соны ертеректен жұмысқа өзі үйреніп, өзі бейімделіп өскен дұрыс деп ойлаймын. Жаңа мен айтып өттім ғой, 4 қызым, 2 ұлым бар. Біз енді жалпы көп балалы отбасымыз ғой. Әр баланың тәрбиесі әртүрлі болады. Енді сол баланың өзінің мінезіне, құлқына қарап оған тәрбие беру керек деп ойлаймын. Жаңағы, бірақ негізінен еңбек, жұмыс. Әрине бірінші кезекте білім, одан кейін еңбекке баулып, одан кейін мынау енді менің әкем мен анам, Құдайға шүкір, сол кісілерді тәрбиесін алып, өзінің аталық, әжелік тәрбиелерін беріп отыр. Соның арқасында деп ойлаймын, қыздарым өте тәрбиелі, балаларым да тәрбиесі жаман емес. Жас кезде енді көбінесе балаларға, отбасына көңіл беру аз еді. Ол кезде енді уақыттың талабы еді, жұмыстың сол уақыттағы қарқыны сондай еді. Кейбір кезде сенбі, жексенбі деген демалыс болмайтын еді. Үйге кеш баратын еді. Балалардың жағдайында олардың несіне көп мән бермейді, бірақ осы Құдайға шүкір, әкем мен анам осы балаларыма жақсы тәрбие берді, көп рөлі көп атқарған. Енді өзіңіз саналы ғұмырыңызды осы халыққа қызмет етуге әртүрлі салаларда жұмыс істеп келе жатсыз. Енді көпшілікке айтар ойыңыз, көгілдір экран алдында отырсыз, жалпы іште жүрген пікіріңіз бар ма жалпы айтатын? Енді жалпы айтқанда қазір мынау егеменді Қазақстан мемлекетімізді осымен 20 жыл, 15 жыл уақытпен салыстырып болмайды. Қазір өте қатты қарқыны даму, өркендеу бара жатыр. Жаңа технологиялар еніп жатыр. Кешегі мына президентіміздің жолдауындағы тапсырмалар, жасанды интеллект, бұл енді қазіргі уақыттың талабы. Соған енді халық, тұрғындар да соған бейімделіп, сол бағытта мемлекет маған не істейді деген жаңағы тұрғыдан айырылып, жалпы өзіне талап қойып, ынта жасап, қазір барлық мүмкіншілік жасалынып отыр. Кәсіппен айналысуға да, басқа да салаларда. Жұмыс істеймін деген адамға барлық мүмкіншілік жасалып жатыр. Сондықтан жалқаулықты қойыңдар деген мәселені президент баса назарға қойып айтты. Сондықтан мен енді айтатын едім, осы мүмкіншілік пайдаланып, халықта өз кәсібін молатып, жұмысын атқару. Енді жаңа айтып өткен тазалық мәселесі, тәртіп мәселесі, бұл енді күнделікті міндетті жүретін жағдай. Осыған көңіл бөліп жұмыс жасап, Құдай қаласа еліміз өркендеп, дамып, экономикамыз асып кетеді. Соған жұмыс жасауымыз керек. Ғабит Орынбасарұлы, сіздің келелі сұхбатыңызға үлкен рахмет етеміз. Міне осыменен құрметті көрермен, біздің арнайы хабарымыз аяқталды. Жақсылықта, аман саулықта, тағы да көгілдір экран алдында кездескенше сау, саламатта болыңыздар.